Жастар жылы Мақтаарал ауданының жастар үшін маңызды жобаларды іске асыратын жауапты жыл болмақ. Жуырда аудандық жастар ресурстық орталығы кенттер мен ауылдық округтың осы салаға жауапты мамандарының басын қосып жастар жылына түзілген жоспарды тиянақтап, оны атқару жайында бірлесіп талқылады. Жастар жылына арналып түзілген жоспарда жастарға керектің барлығы қамтылған. Атап айтқанда сапалы білім, саналы тәрбие, салауатты өмір, құқықтық мәдениет, әлеуметтік жағдайын жақсарту, рухани жаңғырту, кәсіпкерлікке баулу, жұмыссыздықты азайту. Міне осының барлығын бір жылда атқарып шығу оңай шаруа емес. Қолдап қуаттауды қажет етеді. Сондықтан аудандық жастар ресурстық орталығы аудан әкімдігіне иек артатындығын да жасырмайды. Бізде әр ауылдық округте барлығы аудандарда қазір жастармен істейтін мамандар бар өздерінің. Әр ауылдық округте жастар орталығынан айлық алады, бірақ ауылдық округтың әкімшілігінде отырады. Сол нәрсені біздің ауданға жүйе қылып қойсақ. Соны біз аудан әкіміне айтып келісімін алдық. Алдағы уақытта Құдай қаласа сессияда шешіледі деп сенімді болып отырмыз, үміттеніп. Сол шешілетін болса, Құдай қаласа нұр үстіне нұр болады. Жұмыссыздық бүгінгі қоғамның өзекті мәселесі. Бұл ретте жиынға қатысушылар алдымен аудандағы жұмыссыз жастар санын анықтау ісіне кіріскен және кәсіпкерлікпен айналысам деген ынталы жастарға ұсынатын мемлекеттік бағдарламасы да дайын. Идея көп қой бұл жерде. Салон ашсаң да болады. Зор мүмкіндігі де қазір мынау 2 миллион теңге деген. Залог үй іздемейсің. Одан кейін сенің анау неңе қарамайды, историяңа кредитный. Черный список, басқа список. Жастар жылында біздің ауданда жұмыссыздықты болдырмау. Осы жастар жылын біз пайдаланып, барынша жұмыспен қамтып жастарды. Одан кейін әр ауылдық округте жаңағы спорттық алаңшалар, стрит воркауттар. Одан кейін арнайы жастар жиналатын орындар. Бүгінгі бас қосуда айтылған жоспарлардың барлығы сөз жүзінде қалып қоймай, іс жүзінде жүзеге асу үшін сала белсенділері бар күш-жігерін салуға уағдаласып тарасты. Мақтаарал ауданынан Клара Шербайқызы, Медет Тұрғынбаев, Ақпарат.